Мен Жиенбай Айсұлтан Ержанұлы. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Балтабай Адамбаев атындағы ТЭК орта мектебінде 5 сыныпта оқимын. Бастауыш сыныпта оқып жүріп-ақ әртүрлі сайыстардың жеңімпазы болдым. Ықылас Түкенұлы атындағы саз мектебінде домбыра сыныбына қатысамын. Қазірдің өзінде бірнеше күйлерді жатқа тартамын. Республикалық шығармашылық конкурс Алты Алаштың күй анасы Дина атты байқауда бірінші дәрежелі лауреат атандым. Түркістан қаласында өткен Алаш ұмыты халықаралық рухани жаңғыру фестиваліне қатысып, мұзбалақ номинациясын жеңіп алдым. Ол кезде 6 жасар бала едім. Жарысқа қатысу мен үшін үлкен құштарлық еді. Ата-анам білім саласында қызмет істеген соң, менің де білімге деген құштарлығым ете оянды. Білімді болсаң да болашақтан жарқын болады деп, анам үнемі ескертіп отырады. Ал әкем, жігітке жете өнерде аз, жігіт жан-жақты болу керек дейді. Мен ұлы Абайдың өлеңдерін жатқа оқимын. Абайдың өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап деген өлең жолдары менің өмір құштарлығыма айналды. Қолым босаған кезде достарыммен табиғатта серуендегенді ұнатамын. Табиғатта серуендесең, ойың жүрек, көңілің көтеріңкі болады. Табиғат адамға қуаныш сыйлайды. Қуана білген адамның денсаулығы да мықты болады. Болашақта мен дәрігер боламын деп шештім. Өйткені бірінші байлық денсаулық. Мен адам жанының арашасы болғым келеді.